Астана қаласына сырға салуға арналған дәмдер мен қоржын кәдесыйлардың барлығын Орал қаласынан фурамен беріп жібереміз деп шештік. Себебі Астана қаласына барып бұл дәмге арналған сладкилардың барлығын қайдан іздеп жүреміз, оның барлығына уақыт керек деген оймен барлық нәрсені Орал қаласынан сатып алып, арнайы сумкалерге орап фурамен салып жібердік. Бұл бізде үй ішіне арналған дәм. Бұл үй ішіне арналған дәмнің қоржынын білесіздер, өзім қолыммен жасадым. Және осы дәмді жасап жатырған кезде что-то не то болды да. Одан кейін осы дәмге мен арнайы пенопласттан қобыз бен домбыраны жасаттым. Себебі Оралдан күйші сазгерлер шыққан, жайықтың тарихынан сыр шертетін бұл домбыра мен қобыздың ішінде сухофруктылар болады, және осыларды құдалық кезінде өзім арнайлап айтамын. Негізі барлығын енем коробкамен алып келген болатын. Енді коробкадан барлығын шығарамыз. Сосын арнайлап әрбір корзинаның өзінің жаңағы дәмдері бар. Олар араласып кетпеу үшін олардың бәрін үстіп коробкадан аламын да. Сосын арнайлап мынандай пакеттерге салып қоямын. Себебі Астана қаласына барған кезде осылардың барлығын өзім ашып, корзинаны өзім әдемілеймін. Себебі осы үйдегі жалғыз келін мен. Енді мынаны ішіне толтыру керек. Қойып жүруге менде память жоқ, сол үшін. Мынаның ішіне толтырамын. Суретке қарап отырып толтырамын. Осылай әдемілеп жасап алғаннан кейін оны бірінші фотоға түсіріп аламын, және осы домбыраның ішіндегіні арнайы пакетке саламын. Себебі ана жаққа барған уақытта қайтадан жасау үшін. Бұл домбырада осындай әдемі болып шықты. Енді бізде қобызды да дәл солай фотоға түсіріп аламын. Кейін оң жақ, сол жақ деп қағазға жазамын да арнайы рулоновый пакеттерге салып дайындап қоямын. Негізі бұл нәрселерді жасау маған өте қатты қиын болған жоқ. Келесі бізде екінші корзина, бұл шашуға арналған сладкилар. Бұның ішінде соктар да болады, неше түрлі сладостилар болады. Енді бұны корзинаға салайын десем, корзинаның жаны өте үлкен, биік болып тұр да, ішіндегілер көрінбей қалама деп те ойлап тұрмын. Бірақ сонда да бірінші корзинаны жасап көрмекпін. Сәлем достар, сіздермен бүгін мен жүзіңе қайта тойға құдалыққа дәм беріп жүріп отырмыз. Ал. Мынаны алған адамға арман жоқ шығарды. Енді біздің қоржын. Қазір біздер дайын болғанда қайтадан видеоға түсіремін. Шашуға арналған дәмді дөңгелекке жасадым. Себебі бұл корзинада құрт, шұбат қымыздар болады, және дәм салатын болсам, ол дәмдердің түрлері көрінбей қалады екен. Сол үшін де дәмді шашуға арналған дөңгелек корзинаға салдым. Бұл бізде ағайын 9, негізі батыста ағайын 9, нағашы 9 деген понятие жоқ. Но Астана қаласындағы қызылордалық құдаларда бар екен. Осыларды осындай 2 сумка шықты. Абыр-сабырмен не до видео. Мына кілем бар. Осы кілем. Мынаның ішінде дәмдер. Ассалаумағалейкум. Брат, Оралдан Астанаға нелер жүре ме? Туралар. Бізде сумка бар еді, соны не істеуге? Салып жіберейік, кетіп Астанаға. Осы бар. Ау?